Мына Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мырза және Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошан мырза, сіздерге өтініш, мынау Төле би ауданына назар аударсаңыз. Біздің мынау жайылым жерлердің бәрін мына сіздердің жендеттеріңіз мәслихаттың төрағасы Нұрлан Қойбағаров қоршап алған. Мына заңсыз. Мына елді мекені мен Аққұм елді мекеніне тиесілі, халықтарына тиесілі жайылым жерлерменен және де мынау Момына елді мекеніне өтетін Жаманжар су каналын заңсыз өзіне жекешелендіріп алған. Соның себебінен екі елді мекеннің халықтарының малдары я суғарыла алмай және жайылымға өте алмай қиыншылық көріп жатырмыз. Ерлан Қошанов мырза, сіздің мынау жаңа қарамағыңыздағы жұмысшыңыз дейміз ба, жоқ қансорғыш дейміз ба, жоқ басқа дейміз ба, бізді қанап отыр мына кісі, біздің жайылым жерімізді босатып берсін. Бұрын мен келін болып түскен кезде осы кісінің қазіргі отырған жерінен біз ауыз суын ішетінбіз. Ауыз суды да бермей қойған, қорасын бәріне колонка кіргізіп, ауылдың суын қырып тастаған. Қазіргі таңда біз Нысанбек деген ауылдан су ішіп отырық. Ол деген Таусамалы жақтан келетін су. Қыстың кезінде біз 4 айлап, 5 айлап сусыз отырдық. Не үшін қасарысады, неге ашып бермейді? Осы уақытқа дейін ашам деп айтып беді? Ашам деп уәде берген. Жоқ, ашпады. Сөзден тайды ма? Сөзден тайып кетті. Ерте көктемде ашылады деген бізге ортада шабармандар айтты оны. Бірінші жыл емес қой. Неше жылдан бері сылап сипап, чатқа демелеп айтып жатырмыз. Жаңағы айналайын баяға жерімізді ашып беріңіз. Әкеңізден қалған мұра емес. Елдің жаңағы жайылым жерін босатып беріңіз. Малымызды қайда апарамыз? Жаңағы малымызды қайда апарып бағамыз? Не істейміз? Ойланыңыз деп қанша мәрет айттық ол кісіге. Қапалдардың президенті қылып сайлап қойған ғой бұл кісіні тағы. Солай ма? Ол президент болып сайланғанын қайтем, ол көз қиын салмаса елге, қамқорлығы болмаса, кішкене көз қиын салмаса, ауыл мәселесіне кішкене жәрдем қылмаса, не керек бар ондай адамның бізге? Ондай басшының бізге қажет емес. Керек десеңіз орнын да босатсын ол кісі. Ауыл ұнамай ма? Ауылдан көшіп кетсін. Ол төбемізде отырып алып, не істейсіңдер, білгендерін істеңдер деген сияқты бізге қыр көрсетіп отыр. Тыңдаңыздар, бізге бір мәселесін шешіп беріңіздер. Сізден өтініш.